Жусан гуманитарлық операциясы аясында Сириядан барлығы 607 жерлесіміз елге оралды. Олардың 413-і бала, жеткіншектердің 34-і жетім. Палаткеде тұрдық. Бір күні палаткеде жатырсам, дан үйдің қасына француздарға тиді. Бәрі аяқ-қолсыз қалды. Мама обещала, осыдан кейін в раю будем, а в раю мен сенің мәңгі боламын деп. Геномдық экспертизалар жасадық. Олардың бұрынғы жоғалған құжаттарын тауып, бәрін жөнге келтірдік. Айланы Сирияға 2014 жылдары ата-анасы алып кетіпті. Әкесі де, анасы да қан сасыған далада мерт болды. Ал босқындар лагерінде тентіреп қалған жетімді Қазақстан билігі елге жеткізді. Қазір ол 6-шы сыныпта аяқтап жатыр. Би үйірмесіне қатысады. Жақта медресеге бардым. Ақида үйретеді. Анда математика ештеңе үйретпейді. Мында математика все есть. Для жизни все. Өмірің қай жағына қарай өзгерді? Жақсы жаққа. Ол балалар ешқашан соғыстан басқа ештеңе көрмеген. Алдыңғы жыл келген балаларды көрсеңіз, төсектің астында ұйықтайды, қорқып. Халықаралық тәжірибені зерделеп барып, іс-қимыл жасайтындай, мысалға ондай халықаралық тәжірибе болған жоқ. Біз керісінше бұл жерде дүниежүзілік халықаралық аренада біз өзіміздің тәжірибемізді елге көрсеттік. Бірінші кезекте балалардың құқығын қорғадық. Алғашында балаларды қоғамға бейімдеудің арнайы бір әдістемесі болмады. Тіл табысуда қиынға соқты. Сондықтан мамандар жұмысты бала бойындағы күйзеліс пен агрессивті қарым-қатынастың диагнозынан бастады. Кейін психологиялық жарақат демдеді. Жеткіншектердің көбі ана тілін білмей келді. Баланы қай ортаға алып барсаңыз, қай ортада өссе, ол солай өседі, ол дән сияқты ғой. Егер де сіз оны сусыз ортаға алып барсаңыз, ол қурап қалады. Егер де құнарлы жерге ексеңіз, ол жайнап гүл болып шығады. Болашаққа бір жарқын қадам басамыз десек, қазақ айтқандай бесігіңді түзе дейді ғой. Сол бесіктен бастау керек. Елге оралған балалардың 227-сі оқушы, 80% бастауыш сыныптарда оқиды. Алғашында оқу бағдарламасы бойынша үлгермей, аздап ақсағандар бүгінде өзгелерді қуып жетті. Олимпиадаға қатысып, жүлделі орын иеленгендері де бар. Помню, там бомбежка, в любой момент ты можешь умереть или бомбу скинуть. Иногда, когда я прохожу, всегда самолеты летают. И когда мы залезали в крышу, там уже бомба взрывная. В Казахстане тут весело, тут можно найти друзей, тут есть речка, озера. В школе мне нравится, как я училась, новую технологию. Тут хорошо, все есть. Нужно было и групповая работа со своим классом, для того, чтобы они смогли и в социуме как-то адаптироваться. Было использовано игровые техники, арт-терапия была использована. Все-таки окружение, атмосфера, люди, которые ему помогают в этом, это все влияет на ребенка. Жоғары сыныптарда білім алып жатқан 60 оқушының жетеуі аудандық қалалық олимпиадаларда бірінші, екінші орындарды қанжығаларына байлапты. Дені математика пәнінен алғыр. Білім және ғылым министрлігіне аймақтардан келген балаларды әлеуметтік оңтайландыру ережесін бекіту жөнінде құзырет берді. Яғни бұл нормативті құқықтық акт. Параллель түрде бәрі қатар жүріп отырды. Яғни әкеп жаттық, ол жаңағы балаларға жергілікті атқарушы органдармен жағдай жасап жаттық. Санаулы мемлекеттер ғана өзінің балаларын сыртқы елден өз еліне қорықпай алып келген. Ерлікке пара-пар қадам жасалды. Соғыс көрген балалармен жұмыс тоқтамайды, жалғаса бермек. Биыл мамандар тобы арнайы әдістеме жазып, құжат сараптамаға тапсырылды. Үкімет бекітсе, ел аумағында бірыңғай қолданысқа енгізілмек.